Фильм шынайы оқиғаларға негізделген. Оқиға педофилдерді ұстау және құлдықты тоқтату бөлімінде жұмыс істеген бұрынғы мемлекеттік агент Тимоти Баулер туралы айтып беретін боламын. Бұрынғы сұлулық ханшайымы Жузель Роберттің үйіне келеді. Кішкентай қызының ән айтуды ұнататынын біліп, модельдік таңдауға әкелуді сұрайды. Әкесі балаларын әкеледі. Жузель ата-аналар кіруге болмайтынын, сағат 7-те алып кетуін ескертеді. Жузель балаларды әдемі іс-қимылдарымен әртүрлі позада суретке түсіріп алады. Әкесі балаларын алып кетуге келгенде, балаларының жоқ екенін көріп, іші бос болады. Осылайша әкесі екі баласынан айырылып қалады. Тим балалар порносының дистрибьютерін ұстап алады. Тим барлық видеоларды көріп, көзіне жас алады. Тим педофилдерді ұстағанымен балаларды таба алмаған. Осы жолы Тим педофилмен өздері сияқты адам екенін айтып сендіреді. Осы ісіне желкеніп, бетін қайта-қайта суға жуып, өзіне келуге тырысады. Тимоти балалардың видеосын көргеннен кейін біразға дейін өзіне келе алмай жүреді. Тим бастығынан педофилді бір жетіге босатуын сұрайды. Тим педофилдің сеніміне кіру үшін барлық мәліметтерді жойғанын айтады. Тим педофилден өзіне де керек екенін айтады. Педофил өзі сияқты адаммен кездесіп, бала сатып алатынын айтады. Тимге педофил осы баланы ұсынады. Осы баланы алдағы уақытта пайдаланатынын айтады. Осылайша Тим педофилді ұстап береді. Бекеттен педофил кездескен досын ұстап алады. Тим осылайша ұрланған Мигель деген баланы құтқарады. Дәрігерлер баланың зорланғанын айтады. Марсель өзінің тәтесі де ұрланғанын айтып, тәтесінің тауып беруін сұрайды. Том тәтесінің қайда екенін сұрайды. Осылайша бір топ баланы жағажайға апарып, суретке түсіретінін айтып алдағанын, теңіз арқылы өтіп, үлкен портына әкеліп балаларды саудаласқанын, соның ішінде өзін таңдағанын айтады. Мигельді өзінің әкесіне табыстайды. Әкесі Томға қызының тауып беруін сұрап жылап қалады. Әкесі сыйлаған медалды Тимге сыйлап кетеді. Тим бастығына баланың тәтесінде ұрланғанын айтып, құжаттарын береді. Колумбияның прокуратурасы қарайтынын, өздерінің ұлттық қауіпсіздік қызметте істейтінін, қызды құтқара алмайтынын айтады. Томға демалуын, өз өмірін жақсы сүруін айтады. Том олай істей алмайтынын, жүрегі шыдамайтынын айтады. Бастығы Томды Картакенға оқуға, семинарға жібереді. Тим Колумбияға келеді. Өзінің әріптесі Хорке күтіп алады. Бұрынғы есірткі саудасының есепшісі Бамфирмен кездестіреді. Кезінде өзі балаларды сатып алып, оларды жіберіп отырған. Тағы бір мүмкіндік беріп, жақсы өмір сүру үшін. Колумбияның педофилдерімен кездесу үшін үстіне шортик футболка киюін айтады. Бай жігіттің рөлінде ойнау үшін қара машина айдауын, оны прокатқа алуын айтады. Қызды тауып алу мүмкіндігі аз екенін, ол қыздың кез келген жерде болуын, бірақ вампир Жузельді қалай табу керек екенін біледі. Бұрынғы сұлулық ханшайымы балаларға ұрлауға көмектеседі. Өзін бай жігіт ретінде таныстырып, секс қонақ үйін ашып, балаларды өзіне сатуын ұйымдастырады. Осылайша өзіне инвестор тауып алады. Пабло Далгадо миллиардтаған компаниялары бар, барлық елде акциялары бар екенін айтып, әрі ол полицияларға көмектесіп жүреді. Вампир балаларды сатумен айналысатын Аль Калакас кездесіп, секс қонақ үйін ашылатынын айтып, оған 50-60 балаларды әкелуін сұрайды. Тапсырысты алғаннан кейін адам саудасының айналысуын ұйымдастыруға өзінің адамдарымен Жузельмен кездеседі. Оны Хорке суретке түсіріп алады. Бастығы бұдан әрі қаржыландырудан бас тартып, кері қайтуын айтады. Тим вампирмен сөйлесіп отырып, бұл істі жарты жолдан тастап кете алмайтынын біліп, зейнетке шығуына 10 ай қалғанда
жұмысынан шығып кетеді. Павлаға келіп, ақшалай қаржыландыруын сұрап, балаларға қазір көмектеспесе кейін кеш болатын, адам саудасы тоқтамайтынын айта кетеді. Бірден келіспесе де артынан келісімін береді. Осылайша ұйымдасып, жағажайда кездесуін айтады. Өздерін қалай танысу керек екенін айтып, кездесіп, 50-ден аса әкелсе, қомақты сум алатынын айтып келіседі. Бастығы звондап, Колумбияның консульствосынан көмек болатынын, қызды табасың деген үмітте екенін айтады. Осылайша жағажайға балдарды әкеледі. Өздері ойлаған баланы толық әкелмейді, бірақ кейін қалғаны келетінін айтып, олармен бірге жаңадан келген лақап аты Карме өздері келіскен адамдардың қатарында болмаған. Карме бұйра басты балаға көз түсіп, өзімен бірге алып бара жатқан Том көріп, өзіне екенін айтып тигізбеуге тырысады. Том шыдамай, өзінің ұрып жіберетінін айтып, вампир баланы досына беруін сұрайды. Балдардың қалғаны келгенше Кармені алдап ұстауға тура келді. Осылайша балдарды толық жеткізеді, бірақ арасында Марсельдің тәтесі болмайды. Адам саудасымен айналысқанның бәрін ұстап алады. 54 бала келгенін айтады. Өкінішке орай, Рассио жоқ екенін айтады. Әкесіне құтқарған балдардың арасында қызы жоқ екенін айтады. Колумбия полицейлері тергеу кезінде қыздың Скорпионға сатқанын, ол жерге ешкім бара алмайтынын айтады. Армия және өздерінің де дәрігердің бара алатынын айтады. Ол жақта жұқпалы ауру барын жоғын тексеруге болатынын, Харке бұйрық алады, өзенге дейін апара алатынын айтады. Өзеннен әрі қарай өздері баруын қолдарына GPS береді. Тим мен вампир екеуін Скорпионның қарулы жігіттері қарсы алып алады. Өздерінің доктор екенін айтып, олардың біреуі баруын сұрайды. Түнде қашып шығатынын айтып ескертеді. Осылайша Тимнің өзі қызды құтқару үшін кетеді. Тим Скорпионмен кездесіп, барлық жерде адамды тексеруін сұрайды. Холера ауру тарап жатқанын айтып ескертеді. Тим барлық жерден қызды іздейді. Тим Рассионы танып, көргеніне қуанып, қандай үйде тұратынын сұрайды. Түнде Тим қайта қызды іздеп шығады. Скорпион жігіттермен өлең айтып, сыра ішіп отқанын көріп, Скорпионның үйшігіне барады. Ол жерден қызды көреді. Қызды оятқанда қыз ұшып кетеді. Скорпион қызды тексеруге келе жатқанын көріп, Тим тығылып қалады. Қызды тесейін деп жатқанын көріп, Тим көзін жабуын сұрайды. Тим Скорпионды өлтіріп, қызды алып қашады. Жігіттер бастығының өлгенін көріп, рациямен көлден ешкім өтпеуін айтады. Жігіттер Тимнің кемемен қашып бара жатқанын көріп, ізінен қуып, артынан оқ жаудырады. Тим қасындағы жігіттермен қашып үлгереді. Барлығы аман сау. Қызды больницаға жатқызып, әкесіне қыздың табылғанын айтады. Тим қызды әкесімен, інісімен қауыштырады. Тимге ең үлкен қолдау білдірген өзінің әйелі. Тим көп балалы әке. К моменту, когда Тим покинул Колумбию, он и его команда спасли более 120 жертв и арестовали более десятка торговцев. Он признает, что его на это вдохновила жена.